Республикалық Мөлдір бұлақ журналы 2002 жылдан бастап республикадағы ұл қыздарымызға тарап жатқан журнал. Ұл қыздарымызға кітаптың оқу пайдасы, жалпы сабақтың барысындағы түрлі әдіс тәсілдерді ары қарай жетілдіріп, одан кейін олардың түрлі бағытта шығармашылық жағынан дамуына атсалысып келе жатқан басылым. Үнемі оқушылардың арасында жүреміз, олардың өнерін тамашалап жүреміз. Жылт еткен талант болса, соларды журнал бетіне шығаруға тырысамыз. Біздің түрлі бәйгелеріміз, байқауларымыз болып тұрады. Сол байқауға осы 3 жыл бұрын осы 3-ші мектептің Мұнайлыдағы 10-шы сынып оқушысы қазіргі Төлегенова Гүлнұр келіп жүлдегер болып жеңімпаз болған еді. Осы Гүлнұрды біз содан кейін жас тілші етіп біздің Мөлдір бұлаққа қабылдаған едік. Қазір осы жас тілші ретінде олар бізден тапсырма алып, біз айтқан тапсырмаларды орындап, мақала, эссе, түрлі сұхбаттарды алып біздің журналымызға жіберіп тұрады. Мен осы Мөлдір бұлақ журналы арқылы өз шығармашылығымды дамытып келемін. Және де Мөлдір бұлақ журналына көптен көп рахмет айтқым келеді. Себебі менің 2 жыл бойы өзімнің досым болған Мөлдір бұлақ журналы болып табылады. Мөлдір бұлақ журналын оқуға сіздерге де кеңес беремін. Және де әрбір қазақ баласы осы Мөлдір бұлақ журналын оқу арқылы өзінің таным түсінігін кеңейтіп, рухани құндылығын байыта алады. Бұл мектепке осы жолы 2-ші рет келіп тұрған жайым бар. Осы мектептің басшылығына, ұстаздарына, оқушыларына сондай ризамын. Осы біздің Мөлдір бұлақ журналына көп жазылып, үнемі атсалысып сөйтіп тұрады. Енді оқушыларға айтарым, біздің журналмен одан ары тағы да дос болыңыздар. Біздің Мөлдір бұлақ журналына жазылыңыздар. Сіздерді де біз журнал бетіне шығаруға дайынбыз. Сіздердің бәрі шаңызға сәттілік тілеймін.